Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Сарымсақ амариллистер тұқымдасының жуатусына жататын адамзат кеңінен асқа медицинада пайдаланатын көкөністің түрі. Сарымсақ әдетте орталық Азияда кездеседі. Ол сондай-ақ Италияда және оңтүстік Францияда өседі. Қарапайым сарымсақтың халықтық медицинада мың сан ауруға ем. Қытай халық медицинасы сарымсақты салқын тиюден болған аурулардың барлық түріне, тыныс жолдары ауруына, тіпті туберкулезге қарсы қолдануға кеңес береді. Бірінші күні 30 грамм сарымсақ қабылдау қажет. Осылайша ай жарым ішінде мөлшерін күннен күнге көбейте 90-120 граммға дейін жеткізеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Сарымсақты тұтыну бойынша көшбасшы Қытай. Оның тұрғындары жылына орта есеппен 14,3 килограмм сарымсақ жейді. Екінші орында оңтүстік Корея, одан кейін Индонезия, Үндістан және Бангладеш. Еуропада сарымсақ әсіресе жерорта теңізі мен Балқанда танымал. Сарымсақтың пайдалы қасиеттері ежелгі дәуірден бері белгілі. Қытайлық және үнділік дәрігерлер сарымсақты подагра мен паразиттерге байланысты ауруларда көп тұтынуға кеңес берген. Гректер сарымсақ күш қосады деп сенді және олармен олимпиадалық спортшыларды тамақтандырды. Сарымсақ көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Иммунитетті нығайтады, суықпен күресуге көмектеседі, жүрек қан тамырлары жүйесін қорғайды және бактерияларды өлтіреді. 100 грамм сарымсақтың тағамдық құндылығы: көмірсулар 33 грамм, май 0 грамм, диеталық талшық 2 грамм, ақуыз 6 грамм, витаминдер мен микроэлементтер: Е дәрумені, К дәрумені, холин, B6, С, кальций, магний, фосфор, темір, марганец, мыс. Сарымсақ қан тамырларын кеңейту қабілетінің арқасында қан қысымын төмендетіп, қанның еркін ағуына көмектеседі. Зерттеулер көрсеткендей, қосымша сарымсақ экстракты қанның липидті профилін жақсартады және қанның антиоксиданттық қасиетін арттырады. Сондай-ақ бұл систолалық және диастолалық қан қысымының айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Басқаша айтқанда, сарымсақ сығындысы экстракты гипертониямен ауыратын науқастарда жоғары холестеринді, сондай-ақ қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Қатерлі ісіктің алдын алу. Сарымсақ құрамындағы диалилсульфид, салилцистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқышек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Аскаридозбен жер бетінде 1,5 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген дұрыс. Немесе 200 мл сүтке, балаларға 80 мл бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасағаныңыз дұрыс. 1 литр балға 10 лимон сөлін қосып, оған 10 сарымсақты ұсақтап араластырып, тығыз жабылған ыдысқа салып қойыңыз. Қараңғы салқын жерде 1 апта тұру керек. Сосын күніне 1 рет 4 шай қасықтан тамақтанардан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Әр қасықты жұтқан сайын арасында 1 минут үзіліс жасап алғаныңыз дұрыс. Бұл қоспа демікпесі бар стенокардияға өте пайдалы. Безеу, бөртпе, терінің тағы басқа іріңді жараларына сарымсақтан қоспа жасауға болады.
400 грамм сарымсақты ұсақтап шыны бөтелкеге салыңыз. Үстіне шамалап спирт құйып, күннің көзіне сұйықтық сары жасыл түске енгенше араластырып отырыңыз. Бұдан соң сүзгіден өткізіп алған дұрыс. Оны қабылдағанда алғашқыда 5 тамшыдан, сосын әр күн сайын оған 1 тамшыдан қосып сумен ішіңіз. Сонымен күн сайын көбейтіп 25 тамшыға жеткенде, керісінше күн сайын 1 тамшыдан азайтып қайтадан 5 тамшыға жеткенше қабылдаңыз. Қажет болған жағдайда емдеу курсты қайталауға болады. Тіпті ерітіндіні жараның бетіне жағып, терінің зақымданған жерін сүртсе де пайдалы. Іш өту және жұқпалы іш аурулары өте қауіпті. Бұл ауруларға әсіресе балалар бейім келеді. Дәріханада іш ауруларына қарсы неше түрлі дәрілер бар, бірақ табиғи қауіпсіз ем қолданғанға жететін ештеңе жоқ. Осы ауру түрлерінен емделуге сіз де сарымсақ арқылы көмектесе аласыз. Мұндай жағдайда каорт, яғни портулак жапырағын 1 ас қасық ыстық суға салып кішкене қоя тұрыңыз. Сосын 30 минут қайнатып, оған 1-5 ұсақталған сарымсақ қосады. Қымтап орап, жарты сағат тоңдырып сүзгіден өткізеді. Жұқпалы іш ауруларында осы тұнбаны 2-1 стаканнан күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын ішіңіз. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Түз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосқаныңыз дұрыс. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмауды 60% алдын алуға септігін тигізеді. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған өте жақсы көмектеседі. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан-жақты жеңілдетеді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шірішті қабықтың тітіркенуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу қажет. Осымен шағын бейне ролигіміз аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Келесі видеода кездескенше. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Дендеріңіз сау болсын. Сау болыңыздар.